Саламатсыңдар ма? Бүгін 149-шы сабақты өтеміз. Бірінші тапсырманы шығарайық. Бізде шамалардың үш бұрышы берілген. Осы шамаларды үш бұрышқа орналастырамыз. Мына берілген сөздерді мұнда орналастырамыз. Енді осы есепті шығару үшін мына үш бұрышты қалай қолданамыз, соны анықтаймыз. Міне шамалар үш бұрышы бізде. Бірінші жоғары жағына біз ауданын жазамыз. Ауданын табу үшін біз ұзындығы мен енін көбейтеміз. Бұл біріншісі нұсқасы. Екіншісі жалпы массаны табамыз дағыны. Оны бір заттың массасын және жанына санын жазамыз. Осы екі шама арқылы біз жалпы массасын анықтаймыз. Тағы біреуі ол бір заттың бағасы болуы мүмкін. Оның саны белгілген және оның жалпы құнын анықтай аламыз. Осылай кез келген нұсқаны өздерің құрастырсаңдар болады. Енді екінші тапсырмада өзің өзара байланысты шамалар мен есептер құрастырып оларды шығар делінген. Міне, біріншісінде біз үш бұрыштың жоғары жағына ара қашықтық деп жазамыз. Және мынау В жылдамдық және уақыт деп жазамыз. Сонда жылдамдық пен уақытты көбейту арқылы біз ара қашықтықты таба аламыз. Және бір заттың саны белгіленген, оның бағасы жазылады және осы екеуі арқылы біз оның құнын таба аламыз. Дәл осылай кез келген есеп шығарсаңдар болады. Екінші тапсырма. Мұнда кестеде печенье берілген 50 грамм, салмағы йогурт берілген 200 грамм, олардың саны бірдей. Яғни бірнеше данадан бар, сонда оның йогурттың жалпы массасы 1000 грамм болып тұр. Ал мынау белгісіз, біз осы шамамен мына санында белгісіз шаманы анықтаймыз. Міне бірінші кестені жазып алдық. Енді бір заттың массасы 50 грамм дедік, екінші заттың йогурттың массасы 200 грамм. Оның бізде жалпы массасы белгілі 1000 грамм. Ал санын табу үшін 1000-ды 200-ге бөлеміз, сонда 5. 5 деген мына печеньеге де, мына астындағы йогуртқа екеуіне де тиесілі болады. Енді бізде мына печеньенің 50 граммның саны белгілі болды. Оның жалпы массасын табу үшін 50-ді 5-ке көбейтеміз, сонда 250 грамм болады. Екінші кесте. Бір заттың бағасы 400 теңге берілген. Саны біріншісінікі 10 дана, екіншісі 2 данадан. Оның құны берілген. Оның құндары бірдей екен. Оны анықтау үшін 400-ді 2-ге көбейтеміз, сонда 800 болады. Енді мынау белгісіз. Оны табу үшін 800-ді 10-ға бөлеміз, сонда 80. Мұнда жазамыз 80 теңге. Болды, есеп шықты. Үшінші тапсырманы шығарайық. Міне алдымен берілген фигураны жазып аламыз. Мынау бізде жасыл фигура. Осыны бірінші тауып аламыз. Оның ұзындығы 3 метр, мына жағы 4 метрге тең. Ауданын табу үшін 3 пен 4-ті көбейтеміз. Мынау S жасыл деген сөз. Яғни жасыл фигураның ауданын табамыз. 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12 метр квадрат. Екінші жанында тұрған фигура бізде сары. Ол бізде шаршы. Мына жағы 5 болса, мына жағы да 5 метр. Оны табу үшін 25 метр квадрат болады. Яғни 2 шаманы көбейтеміз. Осы мына жалпы фигураның ауданын тап десе, мына 12 мен 25-ті қосасыңдар, сонда 37 метр квадрат болады. Есеп шықты. Екінші фигурамыз берілген. Бұны табу үшін бізде 6 және биіктігі 4 метр берілген. Ауданын табу үшін осы екі қабырғаны бірінші есептеп аламыз. Ол 24-ке тең. Енді осы фигураны мына жоғарғы жағынан 2 метрлік, яғни шаршы қиылып алынып тасталған. Сонда 2-ке көбейтеміз, 4. 24-тен 4-ті алып тастасақ 20 метр квадрат. Сонда бізде мына берілген фигураның ауданы 20 метр квадратқа тең. Төртінші тапсырманы шығарайық. Сырым ауладағы достарына туған күнін жасады. Ол ауланы безендіруге 10 данадан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады. Және одан кем 2 есе кем қалпақтар әзірлетті. Және осы қалпақтардан 5 есе кем ұсақ қағаздарды дайындады. Сонда ол неше мерекеге шашатын ұсақ қағаз әкелді. Оны табу үшін алдымен 10-ды 5-ке көбейтеміз. 50. Бұл барлық шардың саны.
Енді 50-ді 2-ге бөлеміз, 25 болады. Бұл қалпақтың саны, себебі шартында 2 есе кемделінген. 25-ті тағы 5-ке бөлеміз, өйткені 5 есе кемделінген. Сонда 5 болады. Бұл бізде ұсақ қағаздың саны. Есептің жауабы ұсақ қағаздар 5 дана. 5-ші тапсырмада сырымның туған күнінде достары аулада аспанға әртүрлі батпырауықтар ұшырып ойнады. Батпырауықтың ауданы анықта делінген. Мынау бізде шаршы батпырауық 9 дециметрде, мына жағда 9 дециметр. Ал мынау үшбұрыш. Есепті шығарып бастайық. Міне біріншісі шаршы, оның қабырғасы 9 дециметрге тең. Аудан табу үшін 9-ды 9-ға көбейтеміз, сонда 81 дециметр квадрат. Ал екінші мына үшбұрышты батпырауықты ауданын есептейміз. Ол үшін мына батпырауық бар. Оның жалпы ұзындығы 18 сантиметр. 18-ді 2-ге бөлеміз, 9 сантиметр. Бұл бізде мына жердегі жарты батпырауықтың өлшемі екен. 9 сантиметрде, мына жағы да 9 сантиметр болады. Енді мына астында мынау бізде көк қой. Дәл осы үшбұрышты алып келіп, мұнда орналастырамыз міне. Яғни мынаны үшбұрышты батпырауықты толтырамыз. Мынаны алып келіп, қиып, мұнда орналастырамыз. Сонда мына жағы 9 сантиметр, мына жағы 52 сантиметрлік бізде 4 бұрыш шығады. Осы 4 бұрыштың ауданы табу үшін 9-ды 52-ге көбейтеміз. Сонда 468 мұнда сантиметр квадрат болады. Есеп шықты. 6-шы тапсырманы есептейік. Міне 6-шы тапсырманы шығартылу жауаптары осылай болады. Мына алдымен көбейту орындалады. 71-ді 2-ге көбейтеміз. Шыққан санды 706-дан азайтамыз. Мына жерде шыққан саны сонда 564 болады. 37-ні 3-ге көбейтеміз. 150-ді 2-ге көбейтеміз. Шыққан мәндерін қосамыз. Сонда 411 болады. Алдымен жақшаның іші орындалады мына жерде. Сосын 630-дан бөлеміз. Мынаның азайтындысы 3-ге тең. Сонда 210 болады екен. Дәл осылай сендер баған түрінде орындап, сосын жауаптарыңды осымен салыстырсаңдар болады. 7-ші тапсырма теңдеу берілген, шығарайық. Міне бірінші теңдеу. Алдымен 35-ті 3-ге көбейтеміз. 105 болады. Солай 935-тен 105-ті азайтсамыз 830 болады. Жауабы 830-ды енді x-тің орнына алып барып қойсақ, теңдеу дұрыс шықты. Екінші теңдеудің жауабы 860 болады. 857-де 857 теңдік орындалды. 8-ші тапсырманы шығарайық. Бізде шаршы пішінді 2 алаңқай бар. Олардың әрқайсысының периметрі 90 метрден кем екені белгілі. Енді периметрлердің біреуі екіншісінің цифрларының орнын ауыстырғаннан шығады. Сонда бұл алаңқайлардың периметрі қандай болуы мүмкін? Бірінші нұсқасын біз 88 деп аламыз. 88-ді былайна орындарын ауыстырғанда да ол бізде 4-ке бөлінеді. Себебі шаршының бізде 4 қабырғасы тең болады. Енді 88-ді 4-ке бөлеміз, 22. Енді мына 88-дің орнын ауыстырамыз. Мына 8 мен 8-дің орнын ауыстырсақ, қайтадан 88-дің өзі шығады ғой. Сонда 14-ке бөлсек, қайтадан 22-дің өзі шығады. Бұл бірінші нұсқасы. Екінші нұсқасы 84 деп аламыз. Бұл да 90-нан кіші. Енді 84 4-ке бөлеміз, сонда 21 болады екен. Мына 84-ті цифрлардың орындарын ауыстырамыз. Сонда бірінші 4-ті, екінші 8 жазамыз. Бұл да 4-ке бөлінуі тиіс. Сонда 12 болады. Дәл осылай 90 метрден кем сандарды аласыңдар. Қай нұсқа ыңғайлы, соны жауап ретінде жазсаңдар болады. Барлық есептер шықты. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.